Армысыздар, қымбатты көрермендер. Адам өмірге келген соң тал егіп, көлеңкесін сайласам, жемісін жесем, ел алдында еңселі болсам дейді. Иә, біздің де бүгінгі қонақтарымыз дәл осындай мақсатпен өмірлерін әсем өрнектеген жандар. Ендеше қарсы алайық ауданымызға белгілі азамат Мақсот ағамыз бен Іле апамыз. Қош келдіңіздер, аға, апа. Қош келдіңіздер. Көрлетіңіздер. Көрлетіңіздер. Аға, мына алдымызда жатқан медальдар, ордендер бүгінгі біздің бағдарламамызға арқау болады. Оған тұздық болатын сіздер туралы айтылатын бүгінгі әдемі естеліктер, әңгімелер. Ендеше, әркімнің өз жолы бар, ал оны дара ету әркімнің өз қолында деп әрдайым айтып жүреміз. Ендеше ешкімге ұқсамайтын өзіндік жолдарыңызды тарқатса қалай болады? Мен жалпы Қаратөбе өңірінде, осы Қаратөбе селосының орталығында дүниеге келдік. 1951 жылы мамыр айында 9-ында. Енді осы дүние келгеннен кейін әке-шешеміз қарапайым адамдар, әкеміз, шешеміз де қазір марқұм болды. Әкеміз сол атақты етекші болды. Ал мамамыз сол кіші қызметкер болды. Енді солардың тәрбиесінде біз негізі ағайынды 3 адамбыз. Үлкеніміз, мен ортаншымын, менен кейін інім бар. Бәрі де осы Қаратөбе ауылында тұрады, аман сау. Жалпы мынау дүниеге келгеннен кейін Қаратөбе орталығында сол мектепке дейін сол көшедегі өзіміздің қатар құрбы құрдастарымызбен бірге ойнап өсіп, сол мектепке дейін сол бәріміз араласып жүрдік. Содан кейін мектепке келдік. Сол мектепте 10 жыл оқып, бірімізбен біріміз сырласып, достасып, осы 10 жылдың қалай өткенін білмей қалдық. Енді қазіргі уақытта біздің сол бірге оқыған достарымыз, класстастарымыздың бәрі шүкір осы Қаратөбенің орталығында, Орал шаһарында бар, хабарласып тұрамыз. Енді біздер жалпы 10 жылғы оқығанда, о кезде қазіргі уақытпен салыстырғанда кішкене ерекшеліктер бар ғой. Онда мына отырған Қалақаң, Сәния, бәріміз әрі дос болдық, әрі класстас болдық, әрі бәріміз бір көшеден болдық. Бәріміз бір көшеден сол жайлап соңқымызды арқалап шығамыз. Мектепке дейін сол ойнап барамыз. Жаңа біріміздің сырымызды бірімізге айтып. Ал бәріміз ұйымшыл болдық. Соның ішінде жаңағы шамамыз келсе сол қыздарымызды ортамызға алып, ал сол соңғысын көтеріп жәрдемдесіп дегендей. Сол уақыттарды қазір ойласаң, біртүрлі қызық уақыттар. Дұрыс айтасыз, аға. Сіздердің кездеріңіздегі балалық шақтың қадір қасиеті өте ерекше болды. Оны ауызбен айтып толтырарлықтай сіздердің балалық шақтарыңыз ерекшелікке толы. Енді осы жерде осы Қаратөбеміздің қасиетті қара топырағын бірге басып, мөлдір суын қанып ішіп, тайғұлындай бірге тебісіп, бірге өскен. Бүгінгі күнде 70-тің жемісін сіздермен бірге қарсы алып отырған класстастарыңызда, сіздердің қастарыңызда бүгінгі кешімізде қонақта, жаңа өзіңіз айтып отырған Қалық аға, Сәния апа, сөз кезегін сіздерге берсек. Енді қазақ айтады ғой, жақсы адам көпке ортақ деп. Бүгінгі кеште біздің досымыз, класстасымыз Мәкеңнің 70 жасқа толу кішкентай кездесу кешін өткізіп отырмыз. Енді қазір қарап отырсам, Мәкең жаңа айтты ғой, Құдайға шүкір, әйтеуір класстастар, достар бар деп. Дей тұрғанымда қазір Қаратөбеде Сәния екеуміз екен қалған. Бар ғой енді. Кезінде сол мына Бәліс көшесінде Қызыл Бәліс деген мына жерде үлкен бәліс болды. Соның жағасында Сәния бар, Мәкең бар, Амангелді деген досымыз болды. Бәріміз бірге 10 жылдықты бітірдік. Сол жалаң аяқ бірге ойнаймыз. 68 жылы
мектепті 26 оқушы бітірдік. Қазір енді соның бір қатар бұл дүниеден озып кетті, қалғандар бар, хабарласып тұрамыз. Енді мектепте Мәкең, Сәния бәріміз бірге оқыдық. Мектепте Мәкең жақсы оқыды. Ол кезде 4 алудың өзі үлкен күш, 5 деген ол аспандағы жұлдыз сияқты анда-санда. Ағай 5-пен оқыды ғой. Жақсы оқыды. Біздер Сәнияда, Мақсотта, мен де ол кезде ана оқу озаттарын, екпінділерін іліп қояды коридорға. Сонда отырдық. Сол Керемет. мектеп бітіргенше, жақсы бітірдік. Соның арқасы ғой енді, шуымызде оқуға түстік, жоғары оқуын бітірдік. Ол кезде оқуға түсудің өзінде шынара кәдімгі бәйге үлкен еңбек, бәйге қосқан сәйгүліктер сияқты сол 26 оқушыдан бір 5-6 ғана түседі сол кезде. Бұл оқудың сапасы ғой, айтайын деген. Енді былай қарағанда тек қана Мәкеңмен енді ең жақсы жолдас, көп араласқан мен негізі. Қазір енді мына жоғары оқу орында оқығанда да Мәкеңмен қатар оқыдым мен. Енді мектептегі өмір деген қызық қой. Бізге енді айта кеткім келеді, Бәке Есенғазиев деген жетекшіміз болды. Сол кісі бізге көп тәлім тәрбие берді. Ол кісі бізді өнерге де үйретті. Мына басқа сабақ оқуға, басқа нелердің бәрін осы үлкен тәрбие берді. Ол кісінде айтпай кетуге болмайды. Енді айта берсе көп қой, мен енді сөзімді кішкене доғарып, кімге, Сәнияға берейін. Енді біз жаңа айтып кетті, халық Мақсотпен біздің балалық шағымыз, мектептік өміріміз бірге өтті. Енді мен Мақсоттың өзінің не тоқталайын, маздап. Мына мектепті ішінде енді жаңағы былай шыққаннан кейінгісін айтты өзі. Мектепте отырғанда класста балалардың бәрі шауып жүргенде Мақсот өзі томаға тұйық, артта отырады, қозғалмайды көп. Айналасына көзінің сүзіп, қарап, ойланып отырады. Сол кезде ойлаймыз, мына Мақсот не ойлап отыр екен деп. Яғни бұл жерде айтайын дегенім, оясыз емес, ойлы бала болды. Артқа енді көбінесе ол уақытта жақсы оқитын оқушылар артта отырады да, нашар оқитын оқушыларды алдына отырғызып қояды, сол артта, сол Мақсот отырды. Енді айтайын дейтінім, сол мектепте жаңа өзі қандай болды, сол енді өмірде өзін өзі көрсетіп тұр деп ойлаймын. Біз жаңа айтып кетті, сол 68 жыл бітіргеннен кейін, ол уақытта білмеймін, мектепте мамандық беруге бағытталған жұмыстар көп жүрмейді. Біз енді өзім естіген жоқпын. Біздер жаңағы өзіміздің ынтамызбен жаңағы ата-анамыз да көп бізге бағдар берген жоқ. Бірақ енді өзіміз мұғалім боламыз деп біріміз Алматыға, біріміз Оралға аттандық. Енді содан кейін мен бұл класстастарыммен көп кездесе алмадым. Енді бері қарай енді жұмыс бабында қазір айтамыз ғой. Міне Мақсот сондай тәртіпті, ұстамды оқушы болды. Керемет. Бір өздеріңіздің есте қалған оқушы кездеріңіздегі бір класста бір тентектік жасаған бір сондай оқиғаларыңыз болды ма? Бір есте қаларлықтай. Енді Мақсот ағадан тентектік шықпаған шығар. Әрине енді есте қалатын қызықты нелер болады ғой. Сол кезде бір біздің кезімізде мына өлең жазады. Альбом, фотомен, мысалы, Сәния альбом бастаса, мен фотомды жапсырамын жаңағы. Сосын бір өлең жазам, сурет салам деген сияқты. Сондай бір үрдіс болды. Сол Сәнияның несін альбомын, ана өлең дәптерін ұрлап аламыз жаңағы. Ұрлап аламыз да соны жақсы көретін ішіндегі балдарды, қыздардың фотоларын жүріп, қайтадан салып қоямыз Сәнияның. Енді сосын мен енді мектеп өміріне қатысты емес, Мәкең маған жақын. Мәкеңнің мамасы апай бізге барамық. Сосын Мақсоттың папасын біз жездей дедік. Көп араластық, әр көрші тұрдық. Соны айтайын деген, Қалдайтын жағасында біз көп балға аулаймыз, суға түсеміз. Ол кезде Қалдайтын жағасы керемет. Үлкен балдар бөлек түседі, кішкентай балдар бөлек түседі.
орта жастағылар бөлек түседі. 3 пляж дейміз ғой, 3 несі бар жаңағы. Сол біз төменгісіне түсеміз, кішкентаймыз. Мәкеннің үйінде әжеміз болды. Сол біз таңертең сол кетеміз. Содан бұзаулар айтып жатқанда бізде сол қалдайттан шығамыз ғой. Көзіміз қып-қызыл болып. Соны қызымен бір қарасақ, әжеміз келіп отырған, қолында таяқ. Шығыңдар деп. Біздер тай жерде түсіп жатырмыз. Сосын біз ана үлкен кісінің қорық таяқ деп, қолымызды былай ұстап, баттық, кет батырым деп. Ойбай деп нетеді, жаңағы өтірік. Нетіп жатырмыз ғой, қорықтайын деп. Сосын жалынады, Мәкен жана үйге жүрші, сен ақылың бар ғой дейді. Анана ақыл жоқ, оған леспе деп. Ұрыстырмаудың амалын іздейсіздер. Сосын Мәкен тыңдамайды, бірақ дейді, қалы жан жүрші, сен ақылың бар ғой сен. Ана Мәкенде ақыл жоқ. Шықшай судан деп жалынады жаңа. Сосын бір жақта шығамыз, қолында таяғы бар. Ана бұзау айдағанда үйге қарай айдайды. Сосын біздің үй бірінші, біздің үйге жақындағанда мен айтады, қазір айтам әкеңе. Мен әкем аты Қанат. Қанатқа айтам сен деп. Үйдің қасынан өтіп бара жатқанда мен әкем шығады. Біткен болар мен дем ғой. Сол бүйтеді, мен балаларды алып келдім, бұзаумен бірге келе жатыр екен, айдап келе жатырмын деп жаңағы кемпір сөйтеді. Сондай бір қызықты нелер жаңағы бір айтып тұрған себебім, біздің балалық шағымыз кішкентай мектепке дейінгі қызықты шағымыз бірге өтті. Сосын нәл деген қыстақ болды, содан жуа тереміз, қымыздық тереміз. Мына далада аттар жүреді, соны белбеуді саламыз да міне білеміз, бір такси сияқты жаңағы 5-6-ымыз. Соны жуа тереміз, жатқанда қоя береміз. Сондай қызықты нелер бірге өтті ғой енді. Өтті бастандайсыз. Рахмет аға. Мақсұт аға, сізге бір сұрақ. Жаңа Сәния апамызда әңгімесінің арасында солай бала кезінен томаға тұйық, өзі сондай сабырлы бала болып өсіп еді, әлі осы қазіргі 70 жасына дейін сол қалпы сақталып отыр. Осы мінез сізден кімнен дарыған? Мінез енді адамда әртүрлі болады ғой. Менің мінезім жалпы мен өзім, адам өзінің мінезін өзі көп байқамайды ғой. Деген менде бір тұйықтау болған болып тұрмын ғой, не болғанда енді. Көп жаңа қалақан айтқанда енді. Сосын енді мына семьяда ортаншы болғасын, сол енді көбіне үлкен кісі, үлкен ағамыз ол енді үлкендігін жасайды. Енді кіші інше ол кіші болады екі бастан. Еркелік. Сондықтан енді ортаншыға түседі ғой бәрі түгел. Сондықтан енді жаңа көбіне сол ата-анаға көмектесуге, үйдің шаруасын жаңа бөлісуге көбірек күш салдық. Сосын енді кейде сабақ оқуға уақыт болмай қалатын уақыттар болады. Міне соны оқимыз деп жүргенде аздап сондай болған болар енді. Сосын жаңа сіз бір сөзіңізде әкем етікші болды дедіңіз. Жалпы бізде жаңағы қол өнермен айналысатын сондай адамдар өте сабырлы, сондай томаға тұйық, сондай адамдар болып келеді дейді. Соған қарағанда сіздің әкеңіздің де мінезі, сол сіздің мінезіңіз әкеңізге тартқан болар-ау деп мен ойлаймын. Себебі жаңағыдай соның ішінде етікші адамдардың жаңағыдай өздері өте сабырлы, өздерін байсалды ұстайтын адамдар болып келеді екен. Ал сіз бір сөзіңізде енді әкем етікші болды деп айтып қалдыңыз ғой. Жалпы ол әке шешеміз енді ол кездегі адамдар қазіргі адамдармен салыстырғанда үлкен болып көрінеді ғой. Үлкен болып көрінеді. Және ол кісілердің бәрі сол кезде мына соғысқа қатысқан, сол кездің қиындығын көрген адамдар ғой. Сондықтан әкеміздің етікші болғаны кезінде мына патшаға етік тіккен деген атағы бар. Бірақ ол кезде енді біздер кішкентай баламыз, мектепте оқып жүрміз, бүкіл құралдары бар еді. Сол ана етік тіккенде, мына байпақ түптегенде, керім қазір мына базардағыдай қылып істейді. Соған біздер еліктемегенмен, менің қазіргі мына өзімнің бір балам соған аздап еліктегені бар, әке өзінің атасына. Ол енді қанмен даритын бір өнер ғой. Украинаның педагогы, новаторы, жазушы Василий Сухомлинский кезінде мұғалімдік мамандық бұл адам тану, адамның күрделі және қызықты шымшытырығы мол рухани жан дүниесіне үңіле білу. Педагогикалық шеберлік пен педагогикалық өнер ол даналықты жүректен ұға білу болып табылады деген екен. Ең алдымен экранға назар аударайық, содан кейін әңгімемізді жалғастырамыз. Мен қуанышкерейіп жеңіс
1968 жылы осы мектепке келдім. Содан кейін 1973 жылы Ермағалиев Мақсот, Сәрсенғалиева Илья екеуі институтты бітіріп, бізге мұғалім болып келді. Содан бері жұмыстас болдық. 82-ге шейін. Ол жұмыста алғыр, балдардың тілін таба білетін сондай мұғалім болды. Екеуі де 1980 жылы оқушының меңгерушісі болды. 2 жыл оқушы меңгерушісі болғаннан кейін, содан кейін ауылдық кәсіподақ ұйымының басшысы болып жұмысқа ауысты. Соған онда да бірге болып, осы бірге қарым-қатынаста бір-бірімізді шақырып, сондай жақсы болдық. Ол оқушы меңгерушісі болып жүргенде де өте талапшыл, мұғалімдерге тәртіппен қарап, жақсы өзінің көзқарасымен мектеп коллективінде ұйымдастырушы қабілеті мол болды. Мұғалімдермен тіл табысып, жақсы қарым-қатынаста болдық. Бұл кісілерді танып отырсыздар, Қалдығайты ауылының тұрғындары. Кезінде сіздермен ең бірінші сіздер жас болып еңбек жолын бастаған кезде сіздермен бірге жұмыс жасаған екен. Ұстаздар болған, жаңағы ұстаз жолы өте ауыр жол, өздеріңіз де білесіздер мына жерде. Осы төртеуіңіз де ұстаз болып бала тәрбиелеген адамсыздар. Сол ұстаздықты таңдаудың дағы жолыңыз қандай мақсатпен осы ұстаздықты таңдадыңыз өзіңіз? Жалпы да мынау адам өмірге келгеннен кейін жаңағы енді азамат болып өмірге араласқаннан кейін енді бір мамандық таңдау керек қой. Жаңа біздің достарымыз айтып отқандай, біз мектепті аяқтар қарсаңында бізге жаңағы класс жетекші болды. Есенғазы Бәке деген класс жетекшіміз. Сол бізге класс жетекші болып, бізді 9 классқа дейін шығарды деймін. Сол 1 класстан бастап. Сол кезде ол кісінің тәрбиесінде біз соған еліктедік. Ол кезде мұғалімдердің абыройы жоғары, жақсы киінеді, жаңағыдай әдепті жүреді, әңгімелері жақсы, мұғалімдерді біз қатты сыйлайтын едік. Әсіресе жаңа біздің класс жетекшіміз болды, жаңа үлкен кісі. Сол кісінің бізге берген тәрбиесі сол бізді мұғалім болуға қарай итерді. Оларды біз бала болсақ та қарап отырамыз ғой. Жаңағы сыныпқа келіп сабақ берерде жаңағы жүріс-тұрысы, киінуі, таза жүруі, жаңа әңгімені айтуына біздер соған еліктейтінбіз. Содан болар енді біздер сол мұғалім болуға қарай бағытталдық көпшілігіміз. Ол кездегі балдардың сабақ оқуы бөлек қой. Ол кезде сабаққа оқисың, қазіргідей енді көп свет те жоқ, кейде сөніп қалады, шаммен оқуға тура келеді. Қазіргідей газ жоқ, от жағасың, кейде салқын болады. Бірақ таңертең ата-анаға көмектесіп бір малайдай қойсаң, мұғалімді көріп қойсаң, зырдан зырға қашасың. Себебі мұғалімді көрсең, ол мұғалім ертең сенен сабақ сұрайды, жауапкершілік сұрайды деген бағытта мұғалімдер біз қатты сыйладық. Содан болар біз сол мұғалімдік мамандыққа қарай бағытталдық бәріміз. Мәкең айтқандай, бізде ол уақыттағы мамандық таңдау жоқ қой. Жаңағы еліктейсің. Сол география пәнінен бізде жаңылған деген апай болды. Жаңағы географиядан берген уақытта бүтін тау, тасты, қаланың барлығын бардық, көрдік деп біздерге айтып, аузымыздың суын сондай ағызып айтатын еді. Содан біз 5 қыз география, биология пәніне барып 5 жыл оқыдық. Соны міне біздің мұғалімге еліктеуіміздің арқасы болар. Енді ол қазіргіде мамандық таңдау жоқ, бірақ тек қана балалар жалпы мұғалім боласын, я доғдыр боласын, я инженер боласын, үшеуі ғой. Қазіргідей сала жоқ. Сондықтан да біз енді қыз балаға лайық мұғалім боламыз деп мұғалімдікті таңдадым мен. Керемет. Сол сіздердің кездеріңіздегі балалардың барлығына да мен байқап отырсам, ұстазы тұлға болған, ұстазы бір кумирі болған сол кездегі оқушылардың. Енді осынау тірлікте дейді, жүрегің жарыла қуанатын адамда сәттер де болады. Жер бауырлап өкінетін сәттер де болады.
Ал сол кезде қайсысына да ортақтасып жаныңды түсінетін достарың болса шын бақыт дейді аға. Біздің естуімізше сырға берік досқа бай екенсіз. Экранға назар аударайық, әңгімемізді содан кейін жалғастырайық. Мен әлі беретін көп деп ойлаймын. Соның ішінде жастарды тәрбиелеуде, ауданның дамуына өз үлесін қосып, осы ауданның құрметті азаматы ретінде өз ақылдарын беріп, осындай жақсы досымыздың барына біз бәр досымыз осы студенттік достарымыз қазір мінекей 52 жыл өтті. Біз әлі осы жанұямызбен бәріміз студенттік достар араласамыз. Енді Мәкен үлкен бір бәйтерек. Енді екеуі осы жапырақтары жайылып, соның көлеңкесінде әрі қарап жақсы қарттық өмір берсін дегім келеді достарымызға. Жанұясы әрі қарап дамып, Алла тағала әр уақытта ойлаған істеріне жетістіктер берсін. Көрінген балдар немерелері аман болып, шөбереге жетсін деген тілегіміз бар. Бақытты болыңдар. Біріншіден, Мәкеңнің 70 жасы құтты болсын. Дені сау болып, Илья екеуі ұл қыздарының немере шөберелерінің қызығын көре бергей. Мен Мақсұттың Атыраудан Тұна институттан бастап бірге оққан жолдасымын. Біздер Тұнау 68-69 жылдарда институтта бірге оқыдық. Содан осы күні бүгінге дейін біздер жанұяларымызбен араласып әлі бірге келе жатырмыз. Мақсұттың үйленгенінде бірге болдық, семья құрғанда. Бер жағында ұлды, қызды болғанда бәрінде де, бәріміздің де қуаныштарымызға, түрлі қайғылы жағдайларда олар бізде, біз оларда дегендей әлі бірге келе жатырған жандармыз. Яғни бұл біздің достығымызды көрсетеді, бір-бірімізге деген қайырымшылдығымызды, шынайы дос екенімізді көрсетеді. Мақсұт Тұна институт қабырғаларында оққанда, түрлі сабақтарда, түрлі практикалық жұмыстарда өзінің тиянақтылығын көрсете білген жігіт еді. Сол қасиеті әлі күнге дейін өзімен бірге келе жатыр. Тұна совхоз басқарған жылдары, бер жағында түрлі басшы қызметтерде атқарғанда осы Мақсұттың қасиеттері әр уақытта да өзінің жоғары биіктерден көріне беруіне үлкен септігін тигізген. Жаны жайсаң азамат, кішіпейіл, қамқоршыл, досқа адал деген сияқты ер азаматтың қасиеттерінің барлығы сол Мәкеңнің бойынан табылады. Не айтамыз Мәкеңе? Денің сау болып, Илья екеуің, ұлдарыңның, қыздарыңның, немере шөберелеріңнің қызығын көріп, Алланың берген жасын жасап жүре бергейсін. Ал аға көрдіңіз, мына ағай сізбен бірге оқыған жолдасыңыз деп, осы біз жаңағыдай осы кісіден қолқа салып, сіз өте қуанып жатыр, керемет. Ол жаңа өзіңізде айтқан әңгімесінде естідіңіз. Сіздей осы ауданымызда, ауылымызда сіздей осындай мақтан тұр азаматтың бар екеніне біз де әрдайым жастар қуанып отырамыз, үлгі етіп отырамыз сізді. Жаңағыдай осындай кереметтей достары бар. 52 жылдан бері бірге араласамыз дейді. Ол дегенің енді керемет қой. Оны екінің бірі жасай алмайды деп ойлаймын қазіргі таңда. Достықтарыңыз ұзағынан болсын. Осы студенттік шақтарыңыздан бір еске алсаңыздар жаңағыдай. Жалпы мынау адамға қызық мектеп кезі мен студенттік кез ғой. Енді екінші мына студенттік кез деген бәріміз де сол қазақ класын бітіріп, жаңа Оралдағы мұғалімдерді айтатын педагог институтқа бардық. Енді ауылда біздер қазақ класын бітіргендер, енді қанша дегенмен ол кезде енді советтік кезең ғой енді. Кішкене мына орыс тіліне қарай басым болады. Қазақ бөлімі дегенмен көбіне сол орыс жағы жүреді.
Енді оқуға түскеннен кейін бәріміз де сол түскенімізге қуандық. Біріншіден студент болғанымызға қуандық. Енді студент болып, сол бірінші курсқа барғанда адам өзі қызық қой. Бір жігіттермен таныстық. Ол кезде жігіттер дейміз ғой енді, өзіміз сияқты. Біреуі Атыраудан, біреуі Ақтөбеден, қалғаны Оралдан. Сол жаңағы сабаққа келеміз, ол кезде лекция дейді жаңағы. 5 жігіт сол бірге жүреміз. Оқиды, жаңағы орысша барлығы. Жартысын түсініп атамыз, жартысын түсінбей атамыз ол кезде енді. Барын жазып атамыз. Сол кезде сол бәріміздің жаңағы көңіліміз бір жерден шықты ма, жататын жаңағы орын іздедік. Енді үй іздедік, квартира дейміз ғой. Сонда жаңа айтқан Ақтөбеден жаңа Әкімгерей, Оралдан жаңа Төлеген, Өтеген, Серік жаңа Атыраудан. Бәріміз сол бір квартирге бардық. Былай қарағанда бәріміз жан-жақтан келген балдарымыз ғой, студенттеріміз ғой. Енді бірімізді толық білмейміз. Сол бір квартирге жатып, сол квартирде біз 2 жыл квартирде болдық. Соның қалған жылы жатақханада болдық. Жатақхана. Соның бәрінде де сол бір бөлмеде, бір квартирде жатып, оқып 5 жыл бірге бітірдік. Міне сондай сыйластығымыз, әлі араласамыз. Керемет. Енді ол кездің адамдарының бір кең пейілділігі де, бір-біріне деген қамқорлығы да ерекше ғой. Қазір енді жаңағы Әкімгерей ағамыздан да көріп отырмыз. Сізге деген құрметі, сізге деген достығы ерекше, ұзағынан болсын. Ілия апа, сізге сұрақ енді ағамызға қоймайық, осы ағамызбен танысқан кездеріңізді, бір жаңағы қосылған кездеріңіз туралы бір еске түсірсек қалай болады? Біздер бір ауданда болғанменен, Қаратөбеде болғанменен бір-біріміз танымаймыз. Мен Қалдығай совхозынан сол бәріміз авентурент болып жүріп таныстық. Енді 5 жыл бірге оқыдық. Оқуға 1 жыл бардыңыздар. Оқуға бардық. Сол оқуға барып, сол әңгімеміз жарасып, дос болып 5 жыл бірге оқыдық. Жаңағы 1-ші курстан бастап, сол екеуміз танысып, дос болып, досымыз махаббатқа айналып, сол соңғы курста сол үйлі баранды болдық. Соңғы курста үйлендіңіздер. Жаңа Әкімгерей ағамыз айтып отыр ғой, арамыздағы ең бірінші үйленген жас семьялар болды деп. Енді содан кейін мектептік өмір басталды. Енді бірге жұмыс жасадық. Мен географиядан сабақ бердім, бұл кісі химиядан сабақ берді. Әрі қарай сол жайлап өзі комсомолда жасады, сол мектеп саласында 9 жыл жұмыс жасады, әрі қарай басқа жұмыстарды жасады. Бірақ бір кездерде бұл кісінің талапкершілігін айтайын. Енді екеуміз жұмыс жасағанда, жаңа Жеңіс айтып отырғандай, Жәкең үлкен бір күні кешігіп қалды мен сабақтан. Районадан Бәтшапай келіп, ол біздің үйге шай ішетін болды. Содан кіріп барсам бір 5 минут па, білмеймін 3 минут па, содан отырсам үлкен ағайлар отыр екен. Ол кісілерді деген сабаққа кіргізбей, конспекті жазбай отырғызып қойыпты. Мен кешіккеннің ішіндегі отырдым. Содан енді үйде біледі ғой, өзі шай беретін қонақ келген, бірақ мен сен де отыр деп отырғызып қойды. Содан мен жаңағы жылап директорге бардым. Енді өзімше жағдайымды айтып тұрмын ғой, үйге жаңағы инспектор келді, құттай кешіктім деп. Бір уақытта жаңа Елжас деген ағай жаңағы айтады, Ілия, үйге барғаннан кейін бір кемдеу шайыңды берерсін деді. Ұрсады екен десем, сөйдегенде мен жылап қоя бердім. Звонок болып кетті. Енді шығайын десем шыға алмайым. Жаңағы көзімнің жасын оқушыларға көрсеткім келмейді. Мін сондай талапкер, жаңағы мені тіпті үйде семья болғанменен мектепте танымай қалады. Талапкершілігі сол болды, сол есіме түсіп отыр. Бұл кісі оқу ісінің меңгерушісі болды ғой. Сосын сізді жауапқа тартып тұрғаны жаңағы. Жауапқа тартып. Сондай кешігіп келдіңіз. Бірінші сабаққа мені салып қояды. Үйге келгеннен кейін айда екеуміз ұрсысамыз ғой. Сонда айтады, сен алда жүруің керек бірінші. Сен бастауың керек. Сен үлгі болуың керек деп, солай мені басады. Мені сөйтіп, екеуміз 9 жыл мұғалім болдық. Әрі қарай
ол басқа салаға кеткенде жаңағы мен мектепте сол өмір пенсияға шыққанша жүрдім. Содан бір қызық айтайын дегенім, енді мейрамдарда алғыс хат береді ғой. Жаңа қыздар, қасындағы қыздар айтады, Ильяға берейік дейді, класс жетекші жақсы жасайтын болармыз, енді алтын айтып жатыр ғой. Жоқ, ол кісінің тұра тұр дейді. Содан бір күні жаңа аттестат болғанда менің әлі күнге дейін қоймаймын, өзіне де айтамын. Бір алғысым да жоқ, ешқандай жоқ екен. Соны директор бір күні шақырады маған категорияға өткізейін деп. Сосын айттым, аға Мақсұт кеткелі менің кеткеннен кейін жұмыс жасадым. Оның алдында бірге жұмыс жасағанда мен алғысым да жоқ, қарғысым да жоқ деп сөйдедім. Соны күлжіп берді. Содан жаңағы бір күні нетсем, облыстан Исқақовтың қолынан, жаңа грамота Исқақовтың қолынан, Нысановтың қолынан, то есть мақтау грамота келтір екен. Төбем көкке жетті. Міне содан кейін мен жаңағы көзге көріне бастадым. Рахмет, апа. Ағайға кішкене өкпеңіз болған болып тұр ғой, бірге жұмыс жасап жүргенде. Енді осы жерде жаңа Мақсұт аға, Халық ағай отыр, Сәния апа отыр, барлығыңызда төрт көзіңіз түгел отырғанда осы мектеп қабырғасындағы, енді ол кісілердің қазір көзі жоқ, бірақ бір рухы риза болар, бір ұстаздарыңыз туралы еске алыңыздар, сіздерді оқытқан. Біздер жаңағы институтты бітіріп келгеннен кейін бұрынғы оқытқан мұғалімдерімізбен бірге жұмыс жасадық. 10 жыл тәрбиесін алғаннан кейін енді жұмыста бізге жетекші болды жаңағы. Біз енді айтсақ, Мұқанов Жайықбай деген жақсы математик болды. Мусина Шарипа, Ерғазиева Гүлшат деген апайымыз математик. Аймаш Ерғали деген физик біздің мұғаліміміз болды. Өте тамаша. Жаңа қазақ тілі әдебиетінен сабақ берген Есенғазиев Бәке, Есенғазиева Галя, Қорғанова Гүлбағида апай жақында 80-ге толды. Тарихтан, қоғамтанудан сабақ берді. Сол мұғалімдерден тәрбие алдық. Қудыбаев Рақимолла, Аманғалиев Жақсанғали деген көп айта берсек. Мен бір ғана мысал айтайын. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі сол кезде оқушының меңгерушісі болды. Сол жазба жұмыстарын қарайды жаңағы. Шығарма, диктант, орыс тілі пәнінің мұғалімінің жіберген қатесін тапты. Соны жаңа педсоветте сөйледі. Сонда мен тәрбие жұмысының жетекшісімін. Сұрақ қойдым. Сонда қалай болады? Орыс тілі пәнінің мұғалімін қатесін қазақ тілі пәнінің мұғалімі қалай нетеді? Енді екі тіл ғой, анау ана тіліміз, анау енді былай қарағанда жаңағы шет тіл болмағанмен сол кезде қиын тіл ғой. Бұны айтып тұрған себебім, мұғалімдер өте сауатты болды. Сосын мұғалімнен сұрадым, Рахимолла, Қудыбаев Рахимолла деген ағай, аға сіз қазақ тілі пәні мұғалімісіз ғой, қалай ана апайдың қатесін тауып тұрсыз дегенде. Ол бәрі бір емес пе дейді, мысалы, етістік, мысалы, глагол дейді, имя существительный дейді, қазақ тілінде де барды, маған түсіндірді. Бәрі грамматика, бәрі бір дейді. Сонда айтайын дегенім, мұғалімдер өте сауатты болды. Тағы бір енді айтып кетейін бір нені. Ол кезде конверт неден келеді? Оралдан, Абылайдан. Конвертті математикадан 1 сағат бұрын ашады. Сосын мұғалімдер 5 есепті шығарады. 9-ға дейін. 8-де ашты. Мен комиссияда бармын, химиядан. Содан 5 мұғалім 5 есепті шығарып жатыр. 9-ға жақындағанда бір есептің ответ шықпады. Ана астында жауабы келеді есептің. Содан мұғалімдер састы жаңағы. Ол Аймаш Ерғалиға еді. Ол кісінің мамандығы негізі физик. Сол кісі шығарып отыр жаңағы есепті. Сосын былай еді, сосын былай деді, мына неден ол кезде машинкамен басады, отпечаток кеткен, мына таңбадан. Мына таңбаны плюс қойсақ, ответ шығып тұр. Есептің шартында минус тұр деп жаңа. Шығарды, сосын Абылайға звондады, ол кезде сотығы жоқ. Аннан звондағанда сонда айтты, машинкамен басқанда жаңа қате кеткен екен деп. Бұны айтып тұрған себебі физика пәнінің мұғалімі математиканың есебін шығарып тұр сонда. Жаңа марқұм Аймаш Ерғали. Бұны айтып тұрған себебім көбірек айтуға болады. Мұғалімдердің сол кездегі білім
сапасы өте жоғары болды. Ол бізден де жоғары. Біз де бітірдік қой, бірақ бізден де жоғары. Мен қазір де қоя аламын солай. Жалпы ұстаздар деген, ол кезде ұстаздар енді қазір көпшілігі өмірден өтіп кетті. Өте қадірлі адамдар болды. Біздің бірінші айтатынымыз, өзіміздің класс жетекшіміз, жаңа айтып жатырмыз ғой, жаңа Есенғазы Бәкі. Ол кісінің қазақ тілінен, қазақ әдебиетінен сабақ беру өте жоғары. Қазіргі мына мектептегідей, мына қазір мына түрлі жаңа құралдар пайдаланады ғой, түсіндіру үшін. Ол кезде көрнекті, ол кезде ондай көрнекті құралдар жоқ. Тақта, бор, сосын кітап. Міне соның өзімен, сол өзіміздің